Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум, ағайын, амансыздар ма, достар? Әне, міне дегенше көріп тұрсыздар. Құрылтайдың да сайлауы өтті. Жалпы бұл сайлау туралы не айтуға болады? Осының алдында көрдік, партиялардың кәдімгідей бір белсенді сайлау алдындағы сайлау науқанында жасаған дүниелерін белсенді кәдімгідей бір-бірімен конкуренция болды деп айтсақ та болады. Сөйтіп жүргенше міне сайлау өтті кеше, бірақ бұл жерде айта кететін дүниеміз, сайлау ашық өтті. Кім не десе де сайлаудың ашық өткенін мойындауымыз керек. Оның нақты бір дәлелі ретінде мынау ОБСЕ-ден, жан-жақты әлемдік ұйымдардан 777-ден астам бақылаушы келді, яғни тек біздікі ғана емес. Және өзіміздің бақылаушылар да болды, барлығы болды. Бұның барлығы жалпы айтқанда шынымен де сайлаудың әділ өтуіне деген бір ықпал болды, расын айтқанда. Одан бөлек міне Әділет партиясы, шынын айту керек, енді вне конкуренция болды бұл жерде. 71%-дан астам дауыс жинады. Одан кейін жаңағыдай Ауыл партиясы тұр 6%-дан астам, қателеспесем. Одан кейін жаңағы Республика партиясы тұр 5%-дан астам деген сияқты. Сөйтіп енді сайлауды өткізіп алдық. Енді бұлмен тоқтамайық, дәл осы партиялар енді шынымен де халықтың сеніміне әбден кіруге тырысты, яғни осы сенімді ақтаса деген үміт қана ғой бізде.